рахим. Бүгін біз өте құранды бір қазақ тілде, мысалы басқа тілде жоқ әріпті өтейін деп жатырық та. Ай деген. Құран оқыған кезде әдемі естіледі ол әріп. Ғашық болатын да әріп қой. Ғашық болу үшін танайықшы ол әріпті бірінші да. Ол әрине бірінші махраж жана хәні өттік қой. Алқым біз үшке бөліп тастаймыз ғой. Алқымның ортасында орналасқан әріп. Яғни жұтқыншақтың ортаңғы тұсынан дыбысталады дейді. Жананы хәні біз тамақты онда қыспадық қой. Айынды кішкене деген кезде тамақты сәл тартамыз. Деген нәрсе. Деген болады. Сәл ішке қарай тартамыз деген сөз да. Енді қараңыз, оның бойында не бар? Истифалі. Жіңішке әріп ол. Яғни жіңішке. Одан кейін ол жақыр. Қалай білеміз біз жақыр екен? Бет тамақ ұстап көреміз. Деген кезде дірілдейді. Яғни ауа керек па? Керек емес. Хамс емес, значит ол жақыр. Одан кейін мутавасита, яғни біз байния деген сипат өтеміз ғой. Жаңа айттық қой біз. Қараңыз, бізде жалғаспайды деген дыбыс бар. Ол бізде қандай жалғаспайтын? Қандай әріптер білеміз? Дыбыс жалғаспайды. Бә әріп, әб жалғаспайды ғой. Әд жалғаспайды. Мысалы қараңыз, әш жалғаса береді ғой. Тиіп атқан жоқ қой махражға да, мүлдем тиіп атқан жоқ. Әш кетіп жатыр да ол. Әлсіз болып тұр махражынан, яғни да. Енді қараңызшы, әл тиіп атыр ма? Тұншығы бар ма? Жоқ. Махражынан әлсіз бі? Жоқ, әлсіз емес, тиіп тұр. Бірақ тұншығы да жоқ. Орташа ғой, байния, мутавасита деген сол. Ол не тұншықпайды, не әлсіз де болмайды, не қатты да жалғаспайды. Мысалы, бүйтіп көрейікші, бізде шәдидті қалай айтамыз тұншығы? Мысалы, форточка дейікші, қарапайым үйде, мысалы, кухняда болады, андай форточкалар кішке бүйтіп ашылады. Менде үйімде ондай форточка жоқ, енді бар шығар үйлеріңізде. Былай ашылады үсті. Сложно, сосын былай ашасын оны, сосын жабасын. Мысалы, әб деген кезде бетекші пластик біз толық жауып тастадық дейікші, пластикті. Ол бізде тұншығы, яғни жалғаспайтын әріптерді. А енді екінші бізде мынада үсті бет сәл ашық қойсақ, ол бір жағынан сәл жабық, сәл ашық тұр. Ол жаңа мутавасита деген бани, орташа, әл сияқты. Не түнді шықпаймыз, не жалғаспайды до конца. Ол орташа деген нәрсе. Жаңа әш деген кезде жаңа бүйтіп форточка андырап ашып қоямыз ғой. Ол, мысалы, әш, әс, әф кете беретін. Кіріп шығады